Қосарай қаласының тап ортасындағы әкімдік үйінің алдында тәу заманнан бері қала халқы демалатын көлемді саябақ бар. Мұсылмандардың Құрбан айт мерекесінің 3-ші күні әдемі бір әйел 3-4 жасар шамасындағы баласын жетелеп осы саябаққа кіре берді. Демалыс күн болғандықтан ба, адам көп екен. Отырар орнының біраз бос емес. Серуендеп сейіл құрып жүргендер де жетіп артылғандай. Баққа кіре бере әйел ту сыртындағы 9 қабат ғимаратқа жаутаң-жаутаң етіп бір-ақ рет қарады. Көкірегінде бәрі сайрап тұр. Қай жылы қай қабатта отырғаны, басшылардың мінез-құлқы, жұмыс әдістері бәрі есінде. Виталий Сергейұлы деп аталатын басшысы төңірегіне көрікті әйелдер жинағыш еді. Құдды бір гарем сияқты. Өзі келбетті әрі шет тілінің маманы болғандықтан бұл да элита ортасына жастайынан тап болды. ақш-тан бір делегация келгенде аудармашылығымен бірден көзге түсті де әкімдік мұны мектептен жұлып алып өз қатарына қосты. Әуелі жұмысты офис менеджерден бастады. Әйтсе де көбіне іскерлік кездесулер деп жүретін. Тіпті аудармашы болмағанның өзінде қонақ асыларына қызмет көрсетеді. Басты себеп келбеттілігі, тез тіл табыса алатын сергектігі, тағысын тағылар. Ресми аты жөні Сағила Баймұратқызы. Қатарластар оны еркелетіп Сакуша дейді. Сол Сакуша баласын жетелеп әрі-бері жүрді де бақтың түпкі жағындағы жалғыз әйел отырған бір бос орынға жайғасты. Анау әйел екеуі ауыздары жыбырлап амандасқандай болды. Әйел 70 талқымдап қалған, екі жағы суалып, бетін әжім басқан кексе кісі екен. Екі көзі жаутаңдап, бұған бір баласына бір қараумен болды. Бұл қарастың мәнін Сакуша бірден түсінді. Бала өзгеше, шашы бұйра-бұйра, өзі көмірдей қап-қара, тура сойып қаптап қойған африкалық, тілі қазақша ананы-мынаны сұрап тақылдап тұр. Кексе әйел, алда Құдай-ай, мына бейшараның қызы ойнақтап жүріп, от басқан болуы ғой, немересі болуы керек. Анау қара халықтан тапқан шығар деп ойлады. Сакуша сыр берген жоқ, үндемей отыра берді. Кексе әйелдің шыдамы таусылды. Қарағым-ай, сұрауға ұялып отырмын. Балаңның түрі өзгешелеу екен деп күмілжіді. Иә бәйбіше, көрініп тұрған соң несіне жасырайын, түрі өзгеше екен рас. Әйтсе де қазақтың қалпын қанына сіңіріп жатырмын. Есімі Алдан, мен өмірден алданған адасқан жанмын. Содан соң атын осылай қойдым. Тек онысы несі екен деп кексе әйел шошып кетіп, өзің таптың ба? Иә бәйбіше, өзім деп кібіртіктеді Сакуша. Не дейді? Жүзі қара, оған қалай датың барады? Өзің жаста емессің, Құдайдан қорықпасаң еді. Кексе әйел шошып кетіп орындықтың шетіне қарай жылыстай берді. Арада ауыр үнсіздік орнады. Бірталайдан кейін Сакуша, білгіңіз келсе мәнісін айта берейін деді. Кексе әйел жаулығын жоғары тұрып, жақындап келіп құлағын тосты. Оқиға бұлай болған еді. Мектепті бітіргеннен кейін Алматының Ниязына түстім деп бастады әңгімесін Сакуша. Алғашқы 2 жыл кітаптан бас алмай оқып өзіме таныс емес тілді тиянақты меңгеруге жұмсалды. Ұстаздарымыз да әр сөзді миымызға шағып құйғанда үйретіп, сапалы білім берді. 3-ші курста ауызша әжептәуір сөйлеуге, шет елдің газет-журналдарын емін-еркін оқуға жарап қалдық. Бұл 70-ші жылдардың аяқ кезі ғой. Алматыда шет елдің студент жастары баршылық еді. Көшеде кейде саябақтардағы би кештерінде солармен кездесіп қалып жүрдік. Тіл білмеген соң емін-еркін сөйлесе береміз. Сырт елден кедей кепшіктің бәрі емес, бірыңғай байдың балалары келеді ғой. Олар кереметтей киінеді, ақшалы. Сол жылдары Алматыда джинсы шалбар бетке жағатын опа-дала француз духи сияқты ұсақ түйектер көздің құрты болды. Қыз емеспіз бе? Киім кигіміз келеді, әдемі көрінгіміз келеді. Курсымызда аса сұлу 2 қызымыз болды. Оның біреуі Шымқаладан еді. Өзбек ағайындармен шатысы бар ма? Білмеймін. Ол соншалық нәзік мүсінді, нағыз ботагөз қыз. Екінші қызымыз солтүстік жақтан болды. Оның енді дене бітімі естен тандыратын. Өзі аса ашық спортпен айналысатын батыл. Мен арқаның бидай өңді дейтін қара торы қызымын ғой. Алматыға келген соң бетім ағарып, кеудем көтеріліп, бөксем жұмырлана бастады. Әу бастан бойшаң, аяғым түзу болатын. Ағылшының ақ джинсін киіп, көзімнің айналасына қоңырқай рең беріп, бетіме шамалы опа жаққаннан кейін нағыз сұлудың өзі болып шыға келем. Шет елдік 2 студентпен жақын танысып ұсақ түйек алып жүретінбіз. Бір күні қыздар, мыналар пәтерге шақырып отыр, көп заттар әкеліпті, өлшеп көрейік деді. Бопты, барайық дедім. Мен де елең ете қалып. Пәтерлері даңғарадай кең екен. Бір бөлмені затқа толтырып қойыпты. Көзіміз шоқтай жанды. Олар әдетте арзанға ақшамыз болмай жатса қарызға да береміз. Ал келіп өлшейік. Киімдерді юбка, кофта, джинсидің сан түрі, духидің неше атасы бар. Мен 2 джинси, 1 духи, ерінге жақатын помада алдым.
Құрбыларым да қарық болып сумкаларын толтырды. Жігіттер болса сырғаулайды бойшаң, апайтөс пәлелер ғой. Дастархан жайып біздің заттарымызды жумақ болды. Шампан іштік, тағы бір сұйықтардың дәмін таттық. Олар биге шебер, музыка қойылып көңіл көтерістік. Бір кезде кескен теректей құлап түскен месімде, әрі қарай түк білмеймін. Сонда қанша жатқаным белгісіз. Оянсам, алпамсадай қара нәсілді жігітпен жатырмын. Иттің зілдейін-ай, денемді жартылай әзер босатып алдым. Көргім келмей көзімді тарс жұмдым. Өзімді басқа бір тылсым дүниеге тап болғандай сезіндім. Санам дұрыс сияқты ал денем өзіме бағынбайды. Бұл түн біздің жанымызға да тәнімізге де өшпестей таңба салған қаралы түн болды. Шүберек мүберектің құрбаны болған қазақтың сорлы үш қызы, мұны өлгенше жасыруға тырыстық. Жасырдық та, бірақ оқу бітіріп елге келген соң алды-артыма қарамай алғаш сөз салған адамға тұрмысқа шықтым. Бағыма қарай күйеуім мінезі жұмсақ, момын адам болды. Мамандығы есепші, бір мекемеде әуелі, қатардағы кейін бас есепші болып істеді. Өзім әкімдіктемін. Бастығым Сергей ол менің сауатты жұмысқа тыңғылықтығымды жоғары бағалап, үнемі қолпаштап көтермелеп жүрді. Тұрмысымыз жақсарып байи бастадық. Машина алдық, пәтердің екеуін айырбастап, өте жайлы бір үйге көштік. Бір қыз туып алғам. Күйеуімнің бар арманы ұлды болу. Бірақ әкімдіктегі жұмыс кедергі болып, ол арман созылыңқырап кетті. Сөйтіп жүргенде жасымыз да ұлғайып, 40-қа тақап қалдық. Енді шегінетін жер жоқ. Тәуекелге барып бала көтердім. Қазір УЗИ бар ғой. Ішімдегіні ұл деп көрсетті. Байымда еш жоқ. Асты үстіме түсіп өбектеп жүр. Өзі атадан жалғыз, әрі аурушаң ұрпақ қалсын дейтін шығар. Осы баланы ерекше сағынышпен күтті. Ай күнім жетіп аман есен босандым. Баланың шар еткен дыбысынан естігеннен кейін шамалы талқысып кеткен екем. Есімді жиып баланы әкеп көрсетеді ғой деп күтіп жатырмын. Сестралар зыр қағып жүгіріп жүр. Көз қиығымды салып жүздеріне қарасам, бір түрлі абыржулы сияқты. Балаға бірдеңе болған екен деп жүрегім су ете қалды. Сендерге не болған? Ұлым қайда? Неге көрсетпейсіңдер деп айқай салдым. Қазір дегендей болды біреуі. Жүзіне мысқыл ма, кекету ме, әйтеуір бірдеңенің нышаны жалт еткендей. Мосқалда орыс қатын құндақтаулы баланы қолыма ұстата салып, бетіме таңырқай қарады. Баланың бетін ашып қалсам, қап-қара бірдеңе. Естерің дұрыс па? Менің баламды ауыстырып жібергенсіңдер ме деп баж ете қалдым. Жоқ, бала сіздікі деді қатын. Мен перзентхананы басыма көтеріп шыңғырып жатырмын. Жоқ, менікі емес. Жоқ, Құдай-ау сақтай көр. Сонда қалай болған деді. Манадан бері Сакушаның әңгімесін ойып тыңдап отырған кексе әйел. Иә бәйбіше, бұл адам айтса сенгісіз сұмдық жағдай болды. Сакуша кемсең-кемсең етіп көзінің жасын сығып алды. Арада 16 жыл өтті ғой. 16. Психолог дәрігердің айтуынша, менің жатырымда баяғы негрдің ұрығы қалып қойған. Өзіне қолайлы сәт туғанда ол менің ұрығыммен будандасқан. Міне гәп қайда жатыр. Күйеуім де қызым да менен безіп теріс қарап кетті. Елдің бәрі баланы мені шет елге барып жүргенде немесе олар келгенде ойнастан тапты деп шешті. Мұндай қорлыққа шыдау қиын. Баланы өлтіргім келіп ваннадағы суға тұншықтырдым. Екі қолы ербеңдеп қақалып шашалып, су астан ма өзіме бақырайып қарағанда иманым ғасыл болып, қайта суырып алдым. Бишара зәре ұшқан сондай, мойнымнан тас қып құшақтап, кеудеме жабысты да қалды. Ішім алай-дүлей, өзіммен өзім жиркеніп кектеніп алғам. Іштен шыққан шұбар жылан деген сол. Бәрібір баланы өлтіре алмадым. Ендеше өзім өлейін деп ойладым. Бірақ мына байқұсты кімге қалдырам? Кім оны бағады деп ол райымнан да қайттым. Қазір не өлемес, не тіремес, ұяттың отына күйген, бейбақ болып жүріп жатырмын деп Сакуша әңгімесін аяқтады. Алла, сорлай, жастық шақтағы селтеңдеудің зауалын тартқан екенсің ғой деп кексе әйел жөніне кетті. Сакуша құлдырыңдап ойнап жүрген баланы шақырып алып бауырына басты. Сөйткенше болмай, оның жанына бала ерткен екі әйел келіп отырды. Бұлшық бет қотаң аяқты сары қатында екі аяғының арасынан ит өтіп кеткендей тырайған арық қара қатында ауыз-аузына жұқпай сампылдап орысша сөйлеп отыр. Ара-арасында Толик, Аскарик, иди сюда деп қояды. Сакуша білсе ғой бұлар кімді тәрбиелеп жүргенін. Ертең олар рухсыз, ана тілінсіз мәңгүрт бірдеме болып шығады. Мына миғұла мүскіндер соны білмей ме? Мен бишара айдаладағы африкалық қазақ жасаймын деп тыраштанып жүрмін. Ал мыналар қаны да жаны да қазақты қолма-қол орысқа айналдырып жатыр. Жаратқан жаппар ием, парақорлық та, зияқорлық та, ұятсыздық та, баққұмарлық та бізден. Рухы сөнген, сана сезімі тас керең болған бишара сорлы екенбіз ғой. Е Алла, өзің сақтай көр деп ойлады. Әңгіменің соңы.